Саламатсыздар ма? Менің есімім Төлепова Гүлмира Қайырбекқызы. Мен қазіргі таңда Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 3-ші курс докторантымын. Ветеринариялық медицина мамандығы бойынша оқып жатырмын. Отбасымда жолдасым және бір қызым бар. Қызымның есімі Аяла. Қызым 1 жас 7 ай. Қазіргі таңда декретте отырған анамын. Қызым 1 жас 1 айынан бастап өмірінде көптеген өзгерістер бола бастады. Біз осы пандемияның кезінде бізде одышка болды, жоғары температура болды, сөйтіп біз больницаға түсіп қалдық. Бұл жағдай 1 емес 3 рет қайталанды. Бізге бронхит деген диагноз қойды. Бірақ ол кездері біз қызымда 2-ші дәрежелі анемия бар екен кеш білдік. Содан бұның иммунитеті өте төмен болғаннан кейін сонымен қоса көптеген антибиотиктер, көптеген емдер қолданғаннан кейін дәрілерді уже көтере алмайды деп, плюс аллергия қосылды оған. Солай көп қызым ауырып қала бастады. Сосын соңғы жазылып шыққаннан кейін біз уже папасы екеуміз тек витаминдер береміз деп қана шештік. Қызымның иммунитетін көтеруге, бірінші гемоглобин тексеруге анализ тапсырдық. Одан гематологқа барып анықтадық қан құрамын қандай мөлшерде не жетіспейтіндігі жөнінде. Солай мен қызымда D3 төмен болған, одан кейін гемоглобині 103-105 қана болып нәтижеде көрсетті. Сол уақыттан бастап мен уже өзіме ақылдасатын туысқандарыммен, сестраларыммен, жеңгелерімнен сұрай бастадым уже. Дәрігерлерден оларға айтсам міндетті түрде тек витамин емес, қосымша дәрілер ғана бере береді қызыма. Уже дәрі беруден қызымның организмі отказ жасап жатыр. Солай бір жеңгем айтты, нағашы жеңгем, мен балама осындай, оның қазіргі ол ішкен баласы үлкен возрастта, уже мектеп жасында 2-ші класс оқиды. Ол баласына осы дорамарин витамин бердім. Содан аппетиті жақсы болды. Және жоғары мектепте есте сақтау қабілетін жоғарылату үшін қазір әлі де ішіп жатырмыз деп, солай маған осы дәріні витаминді беріп көрсең қалай болады деп совет айтты. Содан интернетті көрдім, мен бұрын соңды бұны естімегем, инстаграмды көрдім, отзывтарды көрдім, сөйтіп беріп бастадым. Бастапқы кезде қызым негізі түнде ояна беретін, жылап, ызыңдап, ұйқысыздық болатын. Бұл негізі кішкентай кезінен түнде ұйқысы аз бала болды. Кейін бір байқағаным, сол дорамаринді ішіп бастаған кезде бізде уже ұйқымыз дұрыстала бастады бірінші. Содан кейін тамақ жей бастады. Сол уақыттарда кәдімгі бешімді аппетит пайда бола бастады, білмеймін неге екен. Одан кейін мамам келіп, қызың уже тамаққа үйреніпті, енді қызыңды сүттен шығарсақ болады деген сияқты. Сөйтіп 1 жас 3 айында уже сүттен шығарып жібердік. Одан кейін бізде ешқандай проблема болған емес. Қазір өзі самостоятельно тамақ жейді. Кез келген тамақты жейді, талғамайды. Бұрын ет жемейтін. Етті жеуді үйренді. Сөйтіп уже былай қарағанда көп өзімізге плюс екенін біле бастадық. Одан кейін папамыз ғой, қымбат бағасы, уже қызың жақсы бола бастады, может тоқтатасың ба деп сөйте бастады. Сосын жоқ, береміз деп. Өйткені әлі пандемия біткен жоқ. Тем более иммунитет ол бірде мысалы жоқ не қалу мүмкін да. Қорқам мен әлі бітпегеннен кейін. Сол үшін қазір әлі де беріп жатырмыз, ішеді. Аллергиялары бізде мучнойға, одан кейін тәттіге бар бола бастады. Біз оны кейін білдік. Қазір бермейміз, бірақ дорамаринді көп отзывтарда естуім бойынша ол жаңа басады аллергияны. Бірақ біз тырысамыз артық жемеуге, тәтті жемеуге. Анализдерін тапсырдық. Біз
Бастапқы 1 жас 1 айында анализ тапсырғанда 102-103 болған кезде 103-105 болды айтқандай. Одан кейін біз 4 айында тапсырдық, сол кезде 122 болды. Енді өткен аптаның соңында тапсырған кезде әлі сол нені ұстап тұрмыз 120-ны. Қазіргі таңда қызым Аллаға шүкір ештеңе ауырмайды. Даже поликлиникаға 4 ай болды барған емеспіз. Құдай сақтасын, бармай та қояйық. Қызым былай ойнағанда да жаңағы көп нәрселерді сұрасаң, өзі уже бала ретінде қалыптасып көп нәрселерді айта алады. Өзінің сана, мысалы 2 жасар ұлдармен салыстырған кезде қызымды айта алады. Сөйлеуі уже бір 50-ден аса сөз біледі. Жұрттың балалары ымдап түсіндіріп, мысалы сөйтіп айтса, бұл уже айтып бастапқы, мысалы адамдардың да 2 әріптерін айтады. Мысалы өзінің досы бар 2 жасар Арсен деген. Соның атын толық айтады. А ол мына қыздың атын айта алмайды да, әлі 2 жасар. Мамасы да сұрайды көбіне не бересіз деп. Осы аулада көбіне келіншектермен ойнаған кезде айтады, витаминдерді не бересіз деп айтам. Өзімен қатарлас балалардан бой үлкен, бойшаң, денелі. А бұлмен жасылар уже кішкене былай, хрупкая сияқты да, маленькая сондай. Тфай-тфай, бүкіл тістеріміз жақсы шықты, Аллаға шүкір. Бұрындары 1 жасқа дейін 2 ақ тіспен жүргенбіз. 1 жастан кейін тез шығып кетті, может тамақ жей бастағаннан шығып кетті ма тістері. Қазіргі таңда күнде азанда 2 қасық өзі ішіп алады, сүйсініп, кешке 2 қасық ішіп аламыз, сүйсініп болды. Ана бұрын мамалар құсап, укачить етіп, ұйықтатпаймын. Өзінің қолына айранын берем, болды, өзі барып жатып қалады. Ұйқысы Аллаға шүкір тыныш. Дорамарин компаниясына алғысымызды айтамыз. Осындай өнімді ешқандай қоспасы жоқ, 40-тан астам микро-макроэлементтерден тұратын витаминді ұсынған үшін алғысымызды білдіреміз.